Жануарлар ғарышта болған алғашқы тірі жан иелері болды. Алғашында ғалымдар адам баласы ғарышта ұзақ уақыт бойы салмақсыздық күйінде өмір сүре алмайды деп ойлады. Сондықтан да салмақсыздықтың тірі жаратылысқа әсерін тексерту үшін олар алдымен жануарларды ғарышқа аттандырды. Ең бірінші тірі жан ол жеміс шіркейлері, яғни шыбындар. Ең алғашқы ғарышқа ұшырған жәндіктерге жеміс шіркейлері жатады. Оларды 1947 жылы В-2 зымыраны бортында ұшырды. Зымыран шіркейлерде жүгіресі бар, қораппен бірге алып ұшты. Бұл тәжірибенің мақсаты жоғары биіктегі радиацияның шіркейлерге әсерін тексеру болды. Альберт 1 мен 2 ғарышқа ұшырылған 2 макака маймыл. Альберт 1948 жылдың 11 маусымда ұшырылды. Ол Нью-Мехико ақамырдан В-2 Блоссом зымыраны бортында ұшырылды. Ол ұшу кезінде тірі қалып, жерге түскенде соққы әсерінен өлді. Альберт 4 1949 жылдың 12 желтоқсанынан ұшырылды. Бұл ең алғашқы сәтті ұшу болып, маймылға ешқандай зиян жоқ. Бірақ Альберт 4 соққы әсерінен өлді. Лайка орбитаға жеткен ең бірінші жануар. Оны 1957 жылдың 3 қарашасында Кеңес одағы әлемінің екінші жасанды серігі Спутник 2-нің бортында ұшырды. Лайка кабинасына телевизиялық камералар мен айналадағы температура мен қысымды өлшейтін сенсорлар орнатылды. Сенсорлар сонымен қатар Лайканың қан қысымын, тыныс алу жиілігін және жүрек соғысын өлшеп, микрогравитацияға әсерін зерттеуге арнады. Белка мен стрелка жер серігінен аттаған 3-ші экипажы болатын. Ғарышқа алғаш рет 1957 жылы Лайка атты ит ұшырылған. Белка мен стрелканың саяхаты адамзаттың жер айналасында орбиталық ұшуы мүмкін деген туралы тұжырымға келуі мүмкіндік берді. Белка стрелка екеуінің шағын ғана видеоролик шығады. Сол үшін арнаға жазып лайк басып кетеміз. Қош, сау болыңыз.